Сәлеметсіздер балалар? Сәлеметсіздер. Бүгін күндерің қалай? Жақсы. Олай болса, амандасып алайық. Үлкен елдесіз, кіші елдесіз, барша жанды құрметтеп, бас иеміз біз. Жақсы балалар, орнымызға отырайық. Жақсы балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Наурыз өлеңін жаттау және де қосымша бата жасап береміз дегенбіз. Дайынсыз ба? Қайда өтіріп болыңыздар? Кім дайын? Жақсы. Бірінші топтан Яшин айта ғой. Наурыз басы арасы ұлы күні ұлыстың, жер бусанып тон жібіп, ашау аты тынысын. Ал екінші топтан кім айтады балалар? Жақсы. Ұлжан айта ғой. Наурыз басы арасы ұлы күні ұлыстың, жер бусанып тон жібіп, ашау аты тынысын. Егер мен ақтасқа ізгілік пен достықсызбын, ән шырқады күй тартып, наурызда ел бас қосқан. Тамаша, жарайсыздар. Ал үшінші топтан кім айтады? Майсет айта ғой. Наурыз басы арыстан ұлы күні ұлыстың, жер бусанып тон жібіп, ашылады тыныштанып. Ал жақсы балалар, бізді екінші тапсырмаға бата жаттап беру болатын, иә? Жаттап бердік па? Ал арманы бата берсін бізге. Кәнеке бәрі болатын дейміз. Ақ болсын, қайда барсаң да жол болсын. Алыс бақты болса тәттілік ақты болсын. Тамаша, жарайсыздар. Екінші топтан Мариям айта ғой. Әмин бата берейін, жақсылықты терейін, жара жолда жараны, істен болсын терейін. Тамаша. Үшінші топтан Аслан береді. Кәне? Аспан жауынды болсын, жеріміз сүтті болсын, малымыз сүтті болсын, халқымыз тоқ болсын, қайғылы қасірет жоқ болсын. Тамаша, жарайсыздар балалар. Жақсы балалар, күткен экранға назар аударайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Сөйлемдегі сөздердің байланысы мәтін және сөйлем. Бүгін біз наурыз көже туралы танысатын боламыз. Қане байқадыңыз, оқулыққа жайып. Қане балалар, бәріміз қарайық. Наурыз көже туралы білеміз ба? Наурыз көжені ішіп көрдіңдер ма? Жақсы, қарайықшы, экранға назар аударамыз. Наурыз көже бұл наурыз мейрамында дайындалатын ең қадірлі астың бірі. Наурыз көжеге 7 түрлі дәнді қосады. Қарайықшы, қане балалар, көріп тұрмасыңдерге? Наурыз көженің ішінде жүгері, бидай, тары, күріш, ет, су, тұз, тұз, салда қамыр қосады екен. Сүт қосады. Жақсы балалар, олай болса оқулықта ашайық. Оқулықтың 72-ші бетіндегі наурыз көже мәтінімен танысайық. Қане, бір рет өзіміз оқып шығайық ішімізден. Оқып шығайық, кітаптан өзіміз танысын. Оқимыз. Жақсы балалар, олай болса біз ары қарай жалғастыр ойынымен сабағымызды жалғастырайық. Қазір мәтінді қарап отырамыз. Талшағын жүргізіп, мен стоп деген кезде келесі оқушының атын атаймын, сол оқушы жалғасып кететін болсын. Кеттік па? Кеттім. Бірінші кенесары бастайды. Жақсы, стоп. Жалғастырады Кәусар. Кәусар жалғастыр. Наурыз көже асықтың 7 түрінен жасалады. Олар бидай, тары, күріш, ет, тұз, сүт. Стоп. Арай жалғастырады Әлшер. Оқсайды. 7 түрі дәннен жасау дән шыққан наурыз көже дән қалуы бір еді.
Жақсы, өте жақсы. Балалар, наурыз жиынды ішіп көрдік па? Үйде апалары, мамалары айтып жатыр ма? Жақсы, олай болса, келесі кезекті топтық жұмысқа берейік. Жақсы балалар, олай болса, біз топтық жұмысты бастайық. Топтық жұмысты қалай жұмсақ үшін жұмысты? Барлығымыз бірге топтасып, тақтаға орындаймыз. Қане бәріміз біргеміз. Тапсырманы тапсырамыз. Мінекей, бірінші топтың тапсырмасы. Қане жақындаймыз біріншісіне, екінші топтың тапсырмасы. Мынау үшінші топтың тапсырмасы. Bir formatıyorsunuz bu parçaları. Жазла. Тиісті әріпті қойып, сөйлемді аяқтаңыз. Күнтізбесін қойыңыз дейді. Жақсы балалар, жұмысымызды аяқтап болсақ, топтық жұмысымызды басқа топтарға таныстырайық. Бірінші топта Арман таныстыра ғой. Тапсырмаларыңды оқып бер. Кез қолды, бөлме, іші қадамға, терезелер, ай сәулесі, тістер. Дұрыс айтып балаға, дұрыс жазба. Арман. Шықтап қойып. Екінші топта тапсырар оқып. Даусын қатшар. Таңа, сабын, үйрек, жағалау, сылдырма. Жақсы, тамаша. Үшінші топтан Диана оқысын. Қай Диана? Кенесарсын көшіп тұр. Жүре бер. Дауыстап оқы. Ұлыс серкелер. Бұл топтың тапсырмасы не еді? Сөйлем бойынша сызбасын құрастыру керек болды. Балалар, қараңдаршы, сызбаны дұрыс құрастырып қа сөйлем бойынша? Жақсы, керемет, тамаша. Жақсы балалар, бүгінгі күнде жазайық, дәптерімізді ашамыз. Ең алдымен жазу кезінде ережелерді еске түсіріп алайық. Партаға дұрыс отырамыз, орындыққа. Нариман, дәптеріміз бөлмей қоямыз. Бүгін нешесі екен? 16-шы наурыз. Соны жұмысты тез жаза қоямыз. Әріптердің байланысын әдемі көрсетеміз. Молодец. Екінші шақыру. Олай болса, тапсырмалар қарай жұптасып орындайық. Жұптық жұмысты қарап келеміз. Жұптық жұмысты екі оқушыдан бірінші орындаймыз. Тез тапсырмасын орындап жібереміз.
тапсырманы орындайық. Қазір мен сіздерге мындай қима қағаздың бетінде сурет беремін. Осы суреттің не екенін анықтаймыз және осы сөзді қатыстырып бір-бір сөйлем құраймыз. Қане, топ-жұмыс. Екінші топ. Үшінші топ. Тез сөйлем құрап жіберіңіз. Берілген суреттегі ненің суреті бар? Сол бойынша сол сөйлем құраймыз деп сол қатыстырып. Тез. Мария Иванович. Суретini көрсет. Не сөйлетеді? Көтеріп, экран көрсетеді. Сөйлеп бар. Менің анам құрт жасады. Дұрыс па, балалар? Тамаша. Екінші топтардан Жорж. Не сөйлет екен? Менің әжем бауырсақ пісірді. Менің әжем бауырсақ пісірді. Өте жақсы, тамаша. Және Али. Первая шығасам. Не сөйлеті мынау? Әжемнің білегі бар. Өте жақсы, тамаша. Жақсы балалар, шашып қалдың ма шамалы? Шынығы, жаттығыш табайық. Бірімізді тұрамыз. Әдем тұрамыз. Жақсы балалар, олай болса бізде кезек неге келді балалар? Өзімізге бақылауға келді. Менің қолым не түсіреді? Домбыра. Осы домбыра арқылы біз қазір өзімізді қалай сабаққа қатыстық, бағалап жіберейік. Кеп жүрші. Асылымға деп жібер. Бір-бірін алсам. Бешігір ашықта. Бақыт жүрші. Кәнеке балалар, бізде қойып тұрған мына музыкалық аспапта жоғары жағын қарасақ, 10 баллық шкала екен. Біз бүгінгі сабақта өзіміз қалай белсенді таныттық. Осы 10 баллық жүйе арқылы бағалайық. Әркім өзге баға қойсын. Бірақ әділ қойсын. Кәне бағалаймыз тез-тез. Қанша баға қойды өзіңе? Не көрсетсең? Әрше 10 балл қойдым деп келсеңіз балалар? Дұрыс. Каусар қанша бар? Бақыт қанша балл қойдың өзіңе? Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы балалар, олай болса, бүгінгі сабақта алған әсерімізді мына білім ағашына алмаларды тапсыру арқылы маған білдірейік. Менің қолымда тақтада алма тұр, білім ағашы. Артан бетінде алмалар түсті, жасыл түсті алма, қызыл түсті алма және сары түсті алма. Жасыл түсті алманы таңдасақ, бүгінгі сабақ маған өте жақсы ұнады. Барлығын түсініп алдым, тек жасыл алманы ілеміз. Жан-жағына. Егер де онша түсінбей қалдым, әлі де бір сұрағым бар. Әлі де дайындалып өтсін деп сары алманы қыстырамыз. Ал енді мен түсінген жоқ, маған бүгін барлығы түсініксіз болып өтсін деп қызыл алманы іліп, мына жерін алып талға ілеміз. Қазір бірінші топтан бастап кері байланысты алма көтерейік. Кері қыздар. Бірінші топтан бастайық, тез-тез. Мына жердің өздеріне ұнаған, өздерінің сабақталған нәрселеріңді осы алма арқылы талға жақсы шығамыз. Жақсы, өте жақсы керемет. Алға ілмеңдер, жанына, шетіне. Шетіне береміз, тез. Үшінші топ, тез келе береміз. Жақсы. Тез қарып қалғанда не болады? Жақсы балалар, ойымызда күнделікті ашайық. Үйге бетін тыржыман жазып алайық. Тек екінші рет бірінші жаттығуды түсінуді алып келеміз. Жазға түсінуге дайындалып келеміз және де наурыз көже тағамы туралы тағы да мәліметтер жинастырып келеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет, болсыздар.